Жалғыз басты ананың арманы үйлі болу еді. 8 бүлдіршіні бар. Өзінің күйеуімен осындай бір үйді соғып баспаналы болу еді. Бірақ өкінішке орай күйеуі дүниелік болып кетті. Алла тағала рахмын алсын, Алла тағала жанын жәннат етсін. Бірақ қазіргі таңда 8 бүлдіршінменен квартирада тұрады. Ал дәл осы үй сол 8 бүлдіршін бар жалғыз басты анаға аталып, халықтың атынан соғылып жатқан үй. Мен сіздерге айтайын дегенім, ғибраттанғаным, азанда қоңырау шалады, көтерсем сол жалғыз басты ана екен. Мен бір арманым бар еді, сол арманым үйлі болу. Үйлі үй болған кезінде, черный потолок істеп жатқан кезде, көршілерді шақырып, ағайын туысқандарды шақырып, солармен бірге асарлатып тұрып, осындай бір үй соқсақ деген арманы болған екен. Сол арманына мен өзім үлесім қосайыншы деп, өзінің 50 мың теңгесін атап салып жіберді. Алла разы болсын. Сол 50 мың теңгені осы үйге жарататын боламыз. Сіздер де армандаңыздар, үйлі болуды, көлікті болуды, перзент сүюді, әлбетте ол орындалады. Алла тағаладан дұға етіңіздер. Барша үлес қосқан жандар, сіздерге Алла тағала разы болсын. Екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін. Бақытты тақты ғұмырлы өмір сүріңіздер. Осы үй Алла бұйыртса бір 20 күндерде бітіріп, кілтін сіздердің аттарыңыздан, халықтың атынан табыстайтын боламыз. Жалғыз басты анаға дәл осы жерден кіргізіп, дәл осы жерде кілтін беріп, ішінде бақытты тақты, іші толған жан болсын, қорасы толған мал болсын, машина, көліктері болып, бұндай бір қиыншылықтан арылып, жақсы күндерде бақытты өмір сүре берсін. Баршаңызға Алла тағала разы болсын. Енді біз черный потолок істеп кеттік.